Сізге керек болады сазан, картоп, пияз, болгар бұрышы, лимон, чеснок, помидор. Мына жерде менде помидор қатырылған, замороженный, укроп, майонез, тұз, бұрыш. Ал кеттік. Мен балықтың сырты ашылғанын алдым да базардан. Енді өзім желкесіндегі қылқанын алам. Осы үстіндегі үлкен мынандай қылқанын алып тастаймыз. Одан кейін ортасын жарып, ішек қарын тазалаймыз. Өтін жара алмаймыз, жайлап аламыз. Егерде өті жарылып кетіп жатқан болса, салқын сумен жақсылап осы жерін, басының қасын жуамыз. Жақсылап қазір жуамыз. Мына жабырсын дәл жуып тастаймыз. Осылай жуып тастаймыз, салқын сумен жуамыз. Қазір майонезбен тұз, бұрышты араластырып маринаттаймыз. Енді осылай қағазбен жайлап суын сүртіп жібереміз. Енді қараңыздар. Осылай қылып кесеміз. Екі жағынан да енді майонезге чеснокты саламыз, тұз бен бұрыш саламыз и жақсылап араластырып жағамыз үстіне. Енді осылай дәндерін алып тастаймыз да былай. Соевый соуста құю керек мына майонезге. Сыртына да, ішіне де жағамыз. Енді оның ішіне. Енді осылай табаққа салып қоя тұрамыз. Bir 20 минутқа. Енді картошкамызды осындай қылып қазір кесеміз. Және бір пиязды саламыз осыған. Тұз бен бұрыш саламыз. Құттай сұйықмай, сонымен араластырамыз. Тұз, пияз, бұрыш бәрі маймен араласу керек. Енді балықтың ішіне салатын овощтарын дайындаймыз. Енді перец. Енді қазір қатырылған помидорлар. Свежий помидорды салуға болады әрине. Мен пиццаға деп, қысқа деп дайындаған помидорларым бұл.
осындай бұрыш болды. Енді осыны араластырамыз да қазір балықтың ішіне саламыз. 30 минут уақыт болды. Енді қараңыздар, астынан картошка салып жібереміз. Осылай балықты салдық. Енді оғыштарын саламыз ішіне. Толтырып саламыз. Сыймағанын картошканың үстіне салып жібереміз. Енді мына ішіне, начинканың ішіне құрттай сармай салуға болады. Салмасаңыз да болады, мен саламын. Балыққа сочность береді. Балығымыз дайын болды. Енді духовкаға саламыз. Бетін үстіне фольгамен жабамыз. Пісуіне 15 минут қалғанда фольганы алып тастап, сосын балықты қайтадан қызартып аламыз. Балығымыз енді жартылай дайын болды. Қазір бетін ашып тастап, балықтың сырты қып-қызыл болғанша духовкаға ұстаймыз. Балығымыз дайын болды.